саламатсыздар ма? Ата-ана сағаты подкастын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз баланың ұйқысы. Бүгінгі подкастты жүргізушілер Мақпал Жұмабай және мен Бақытгүл Салихова. Біздің бүгінгі қонақтарымыз ұлттық балаларды оңалту орталығының психологы Алмагүл Алдабергенова, сәлеметсіз бе? Және Кәмшат Тасболат, журналист әріптесіміз өзіміздің. Қыздар, біздің бүгінгі тақырыбымыз баланың ұйқысы. Баланың ұйқысына қатысты, жалпы адамның ұйқысына қатысты зерттеулер, болжамдар, айтылатын әңгімелер өте көп. Бірақ дәл бүгінгі күні біз нені көріп отырмыз? Ең қарапайым ұйқы деген тақырыптың өзіне ата-аналардың жаңағы білімі жетпей жатыр. Сол жағынан Алмагүл Алдабергенова, Алмагүл замандасымыз бізге жалпы ұйқы туралы мәлімет беріңізші. Оның көлемі, жасқа сәйкестігі, сол жағынан басын ашып берсеңіз алдымен. Сәлеметсіздер ме тағы да, қош көрдік. Жалпы енді ұйқы мәселесі өте маңызды. Өйткені ол тек қана баланың денсаулығы ғана емес, оның ақыл-ойы деп айтамыз, тіпті мінез-құлқы, жүйке жүйесіне барлығына әсер ететін фактор болып есептеледі. Әрине, кез келген жерде оның жас ерекшелігіне де қарау керек. Біз өте кішкентай жаста, мысалы 1 жасқа дейін деп айтамыз, ұйқының мөлшері басым, яғни мына 24 сағаттың тең жартысы деп айтамыз. Тіпті оның күндізгісін қосқан кезде одан да асып кетеді. Ал енді жасы өсе келе баланың ұйқысы біртіндеп азаяды. Бірақ міндетті түрде бала 4-5 жасқа дейін, әсіресе бала бақшаға баратын бала күндіз жаңағыдай тыныш сағат дейміз ғой, болуы қажет. Ал кешкі ұйқының кезінде кез келген жерде тәртіп бар. Ол тамақтану тәртібі, ұйқының да тәртібі дейміз, күн тәртібі деп айтып жатамыз. Сондықтан да ұйқының тәртібі сақталу керек. Ең әу бастан кішкентай бала соған бейімделсе, сақталу қағидасы біраз жаңағыдай жүргізіледі. Ал егер бала ересектерге қарайды деп айтамыз, солардан қайталайды деп айтып жатамыз. Егерде ол сақталмаған болса, сол тәртіп кетеді. Қалай басында басталды, сол күй кетеді. Сондықтан организм, ағза да үйренеді оған. Енді жас ерекшелігіне байланысты баланың қазіргі факторлар дейміз, әсер ететін факторлар көп ұйқысына. Ол ертегінің айтылмауы, ол гаджеттердің көп қолданылуы. Сондықтан сақталу қажет оның барлығы. Жақсы, осы хабарға дайындалу барысында мен әртүрлі кітаптар оқып, бір нақты мәліметтерді өзіме жазып алдым, соны бір қарап өтейік. 1-7 жасқа дейінгі бала неше сағат ұйықтауы қажет деп іздедім. Сонда 1 жаста бала күндіз 2-3 сағат, түнде 11-12 сағат ұйықтауы керек екен. 2-3 жаста күндіз 1,5-2 сағат, түнде 10-11 сағат ұйықтауы керек. 4-5 жаста күндіз 1 сағат, түнде 10-11 сағат ұйықтайды. Ал 6-7 жаста күндіз 1 сағат, түнде 8-9 сағат ұйықтауы керек. Бұл ғалымдардың зерттеп, тиянақтап ұсыныстары. Енді осыдан келіп мынандай сұрақ туындайды. Күндіз 7 жасқа дейін бала ұйықтауы керек. 1 сағат. Мысалы, күндіз қалай ұйықтатамыз баланы? Қалай ұйықтатуға болады ата-аналар? Бірінші Кәмшаттың тәжірибесін сұрап көрейікші. Кәмшат танымал журналист, бірақ 3 баланың анасы. Кәмшат, сенің балаларың түске дейін ұйықтай ма? Күндіз ұйықтай ма? Күндіз, шыны керек, күндіз менің кіші қызым ұйықтайды. Ал үлкендері біреуі 6-ға таяды, үлкені мінекей 8-ден асты. Күндіз енді тұрақтылық жоқ, үнемі ұйықтау. Өйткені мына үлкен қызым мектепке барады да, ол жаңағы 2-ші ауысымда оқығаннан кейін сабағына кетеді. Ал жаңағы ортаншы қызым былайша айтқанда ұйықтауға уақыты жоқ. Ұйықтауға уақыты жоқ, ойнайды. Балабақшаға барады. Ол дамыту орталығына барады да, дамыту орталығынан кейін өзінің әйтеуір жаңағы кейбір сабақтары бар. Үнемі ұйықтамайды деп айта алмаймын. Енді аптасына бір 2-3 рет өзі ұйықтап қалуы мүмкін, мәселен жаңағы шаршап. Ал бірақ арнайы мен оны ұйықтатуға күш салмайды екен, өйткені мен кіші қызыма көп мән беремін да, түсте оны ұйықтату маған жаңағы оны әлдилеу керек, оның тоқ болып ұйықтауын қадағалау керек деген сияқты. Ал шыны керек, енді жасырмаймын, ол жағы сондай болды. Алмагүл ханым, қараңызшы, қазір біздің кішкентайлар үлкендер сияқты жұмыс істейді.
олардың дамыту орталықтарына барады, мектептеріне барады. Қазіргі бағдарламаның қиындығы енді ол ата-аналарда қазір қоғамда сөз болып жатыр. Бұндай жағдайда біз не істеуіміз керек? Бәрібір де жаңағы ұйықтау дағдысын баланың бойына сіңіруіміз керек пе? Жоқ, енді мысалы ондай жерлердің барлығына, дұрыс айтасыз, қазір барлық дамыту орындары болсын, қосымша үйірмелер болсын, өте баланың кәдімгідей шынымен де жұмыс істейтін адаммен бірдей қылдырып қойған ғой. Бірақ та жаңағы міндетті түрде күндіз ұйықтау деген қағида 5 жасқа дейін деп те айтуға болады. Өйткені 5 жастан кейін баланың ағзасы біраз бейімделгені соншалықты, ол жаңағы түнгі ұйқы тыныш және ұзақтығы 8-9 сағаттан аз болмаса, ол қалыпты болып есептеледі. Және ол оның аса бір жүйке жүйесіне кері әсерін тигізбеуі де мүмкін. Сондықтан да ол жағында ескеру қажет. Ал жаңағы қалай айтамыз, тағы осы жерде қосып айта кететін жағдай, ол ата-аналарға айтатыным, мына үйірме дейміз, жаңа қосымша сабақтардың барлығын күндізгі уақытта кешке бір 5-6-ға дейін деп айтамыз, енді сабағының кестесіне де байланысты. Және мысалы бір ақыл-ой үйірмесі болса, екіншісі физиологиялық жағынан, ол мысалы бассейн болуы мүмкін, немесе домбыра болуы мүмкін, гимнастика қыз балаларға деген сияқты, сол жағында ескерсе, баланың жүйке жүйесі жаңағыдай, ол да ұйқымен байланысты, тығыз байланысты. Өйткені бала мысалы бассейнге барып, жаңағыдай ақыл-ойды, миды барлық жұмыс істеген күні бірден жаңағыдай шаршау байқалады. Бізде де сондай ғой, ересек адамдарда. Көп жұмыс жасаған күні ешкім ештеңе демей-ақ, тіпті кешкі ас ішпей-ақ ұйықтап қалатын кезеңдер болады. Жастыққа тисе деп айтып жатамыз ғой. Солай, Енді қараңызшы, кішкене ата-аналарды қорқытайық, балаларын ұйықтауға жаңағындай бейімдесін деп. Мысалы, адам бірнеше күн дұрыс ұйықтамаса, ересек адамның өзі жаңағы диабет алды ауруларына ұшырауы мүмкін дейді. Содан кейін қатарынан дұрыс ұйқыны қалыптастырмау адамды семіздікке апарады. Ол жай ғана семіздік емес, ол белгілі бір гормондардың дұрыс жұмыс істемеуі. Ол ұйқыда дамитын гормондар болады, тыныштықта дамитын гормондар болады. Содан мысалы семіздікті қазір ғалымдар содан көріп жатады. Яғни қолдан дағдыны қалыптастырмаудан болатын ұйықтамау барда, одан бөлек жалпы ұйықтамаудың басқа түрлері бар ма? Басқа себептері, мысалы денсаулыққа байланысты бала ұйықтамауы мүмкін ба? Соны қалай ажырату керек? Балаңның дені сау болғандықтан ұйықтамай жүрме, жоқ бір нәрсе әсер етіп ұйықтай алмай жүрме, соның ара жігін ажыратуға көмектесіңізші дәл қазір. Жалпы енді бұл жерде ескере кететін жағдай ғой, бірінші кезекте бала дәрігері деп айтамыз, ешқашан бір қаймығып қашудың қажеті жоқ. Қандай да бір дұрыс емес әрекеттерін баланың байқаған болсаңыз, денсаулығымен байланысты міндетті түрде бала дәрігеріне қаралған жөн деп айтамын. Және мысалға алатын болсақ, бала түнде ұйықтап жатқан кезде ол қорқыныш деген сезімдер бар, жарықты қосып жату деп айтамыз, немесе бір белгілі бір, әсіресе өздеріңізде қазір бала кезіңізге кішкене саяхат жасасаңыз, бір бұрышта бір бейне тұрған сияқты деп айтып жатамыз, немесе бір күндіз көрген бір бейнелерді түнде әрі қарай жалғастыру, ондай жағдайда енді баланы жаңағыдай үбіктеу, құшақтау деп айтамыз, қолдау, одан кейін күндіз соны жалғастыру, түнде осындай жағдай болды, бірақ та бұл түндегі жаңағыда мидың ары қарай жұмыс жасауымен байланысты. Сен оны жаңағыдай қатты қорықпа, бұның өзі қалыпты десеңіз, ол екінші күні жақсы ұйықтауы мүмкін. Түсіндіру керек, әрине. Осы жерде тағы бір сұрақ туындайды, балалар түс көреді ғой, түс көреді, ата-ана сол баланың түс көруі туралы не білуі керек? Қандай? Мысалы енді, егер ол ересекте де кішкентай балада да егер қорқынышты немесе жайсыз түс көрсе, ол таңертең тұрған кезде көңілсіз оянады, балалар әсіресе жаңағыдай жылап, түспен өңді айыралмай, ажырата алмай жатуы мүмкін. Сондықтан да енді баланың тағы да айтатыны жасына қарай, бірақ түсіндірме жұмыс міндетті түрде болу керек. Ол жасына қарамастан түсіндіру керек па? Кішкентай болса да, 2 жаста болса да, 3 жаста болса да, ылғи түсіндіріп отыру керек, Міне, мысалы оянған кезде ол жылап оянады ғой, мінекей бір нәрседен қорқып кетті, сосын былай баланың өзі қарайды, жаңағы менің қасымда тұрған қорқынышты бейне жоқ екен ғой деген сияқты көз ашқан кезде. Мінекей көрдің ба, ұйықтап жатқан кезде осындай кей кезде болады, маған да сондай түс көреді. Бірақ біз сенің қасыңдамыз. Яғни ұйықтаған кезде, кей кезде осындай бір түстеген сияқты көзі жұмған кезде бір бейнелер болады екен ғой деген енді бір нақты түс
пен өңді айыра алмаса да, жасы өте кішкентай болып жатса, бірақ осындай бір жағдайлар болады екен ғой деген түйсік барады бәрібір түсіндіру жұмысынан кейін. Одан кейін енді мына баланың жасына қарай жаңағыдай жіберіп қою деп жатамыз, ол да баланың ұйқысын бұзатын фактордың бірі болып есептеледі. Сосын жаңағыдай тәртіптің өзі кез келген нәрсені енгізген кезде біртіндеп және шығарған кезде біртіндеп болса жеңіл өтеді. Біз қалай, ой, осындай деп айтты психолог деп әсіресе сол күні тәртіпті енгіземін, осылай айтты, болды, бүгін 9 ұйықтайсың деп, мысалы күнде 12-де ұйықтап жүрген баланы бүгін барып сөйтіп айтсаңыз, үлкен стресс балаға, үлкен стресс. Оның өзі стресс. Әрине. Сондықтан ата-аналар бала кішкентайынан білу керек, ол тәртіпті. Енді тәртіп бұзылған жағдай болса, бәрібір де сіз түзегіңіз келеді ғой енді. Сондықтан оны да біртіндеп бүгін кешегіге қарағанда, мысалы кеше 12-де ұйықтаса, 11:45-те ұйықтаңыздар, одан кейін 11:30-да біртіндеп, сол кезде сізге де жеңіл, балаға да жеңіл өтеді. Мынандай нәрсе бар, мысалы бала төсекке жатты, әке-шешесі ертегі оқып берді, бір кезде бала тағы бір ертегі оқып бер, су ішемін, сүт ішемін деп түрлі сылтаулар айтып, ұйқыны бір ұзаққа созып жатады. Ата-аналарға қандай кеңестер бересіздер? Балада енді, ол енді бала болғандықтан ғой, бала сонысымен қылықты, кешке басталады ғой барлығы. Дәл ұйықтайтын кезде барлық қажеттілік туындап қалады. Және егер 2-3 балаңыз болса, оның барлығы кетеді кезекпен деген сияқты. Сондықтан да жаңағы айтып жатқанымыз, қажеттіліктердің өзі, ол мысалы дәріханаға барып алу керек бірінші, су ішкісі келсе ішіп алу керек, сосын барып, оның өзін әдетке айналдырған дұрыс сияқты, ретіменен болды, енді барлығымыз ұйықтаймыз. Содан кейін ертегіні де, ол енді тағы да мысалы қызығына батып дейді ғой, тағы бір естігісі келіп, тыңдағысы келіп, оның өзі тағы тәртіп. Мысалы әр күні бір ертегі болу керек. Мысалы екеу емес, үшеу емес. Қызықтырып, екінші күнге де ол асығатта, ертең тағы бір ертеге тыңдайтын боламын мен деп. Бүгін мысалы екеу айтсаңыз, ол екінші күн тағы екеу, немесе тіпті үшеу күтуі мүмкін. Кәмшат, сіз қалай істедіңіз? Ертегі оқисыздар ма балаларыңызға? Мен үлкен 2 қызыма ертегі оқимын. Үшеуіне бірдей жүйе ма? Жоқ, өтпей қалды ма оны? Ана кіші қызыма енді бөлек, оны әлдилеу керек, оны құшақтау керек, көбірек. Енді үлкен қыздарын да құшақтайсың, енді мәпелейсің. Бірақ ана кішкентайына енді 1 жасар болғаннан кейін оны, мәселен, бізде 9-10 айында проблема болды. Қызым түнде жиі ойнатын болды. Сосын жаңағы педиатр дәрігермен сөйлескеннен кейін сіздің балаңыз өсіп жатыр, оған қосымша тамақтарды көбейту керек. Яғни қою тамақ көбірек болу керек деді. Ал мен оған мән бермей жүр екенмін да, бұрын былай кішкентай ашын айтқанда қарды ашып жүр. Ол өте маңызды фактор, өйткені жаңағы баланың асты таза болу керек, бала жаңағы өзіне жаңағы жайлы жерде ұйықтау керек, және терілмейтін температурада, 21 градус, 22 градустан аспау керек бөлме температурасы. Сосын баланы ұйықтатар бұрын жаңағы ауаны тазартып алу керек ол бөлмеде. Содан кейін сәл ауа жылығаннан кейін жаңа жерде баланы ұйықтатып, жаңағы аймалап, мәпелеп, енді сосын тағы бір мәселе бар, біз кейде ата-аналар қателік жасаймыз. Көп балалар ойлайды, емізулі балаларға сүт беру қажет емес, су беру қажет емес деген сияқты. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметі бойынша олардың жаңағы 3 түрі болады ғой, баланы тамақтандырудың, жаңағы емізу, жасанды тамақтандыру және аралас тамақтандыру. Үшеуінде де олардың бекіткен ережесі балаға міндетті түрде су беру керек, өйткені бала шөлдесе де ол түн ұйқысын бұзады. Сондықтан мен жаңағы өзім кішкентайымды мәпелеп, ұйықтатып, суын міндетті түрде беріп, жаңағы тамақты қою, енді 9-10 ай үлкендеу бала болған екен, жаңағы ботқасын сәл қоюлау жасап, сәл тойғызуға тырысым. Қазір Құдайға шүкір ұйқысы тұрақтанды. Ал үлкен қыздарыма мен кеште енді ертегі айтуға тура келеді, бірақ менің қыздарым анандай кітаптың ертегісін емес, бізде қазір өкінішке қарай, мен қазір 10-11-ден, кешкі 10-11-ден аспаймыз. Біз өзіміз кішкентай кезімізде 9-9:30-да ұйықтайтынбыз. Бірақ қазіргі заманда ол өте қиын сияқты, 9-9:30-да баланы ұйықтату. Сол 10-11-ден бастап ұйықтайды, ертегісін тыңдайды, суын ішеді, сөйтіп көңілді болып жатады. Рахмет, Кәмшат. Дәрігерге осы жерде біздің Алмагүл ханымға бір сұрақ туындап тұр. Гаджеттер.
Яғни ғалымдардың айтуынша бала ұйқыға жатардан 1,5 сағат бұрын, 90 минут бұрын жаңағы цифрлық детокс дейді ғой, яғни барлығы өшу керек. Күлгін сәуле таратып тұрған барлық техникалық құрылғылар өшеді, әйтпесе ол мидың жұмыс істеуіне әсер етіп тұрады. Тыныштық орнайды, яғни біртіндеп өзіңіз айтқандай бірінші тыныштық жасап аламыз миды, содан кейін ұйқыға жатамыз. Ал біз өшіріп барлығын светті, жаңа жарықты өшіре салғанда ми бәрібір тыныштала алмай сондық уақыт жатады дейді дәрігерлер. Яғни гаджеттің біздің балалардың ұйқысына әсері туралы айтып бересіз бе? Қазір ретсіз гаджетті ұстау бар біздің қоғамда, жаппай. Және бір балада бір гаджет бар екенін жасырудың қажеті жоқ. Бірақ қазірден түсіне бастады ата-аналар. Осы жағынан сауатын арттырып жібересіз бе ата-аналардың? Енді өзекті тақырып көп қозғалады, көп сұрайды ата-аналар. Бірақ бірінші кезекте ата-аналардың өздеріне де айтар едім, өйткені балам саған болмайды дейді, өздері жаңағыдай қараңғыға кезде жарық бетке түсіп тұрады ғой, солай ересек өзі отыра береді. Сондықтан да кәдімгідей қағида сондай болғаннан кейін бүкіл отбасының мүшелеріне қатысты болған жөн, бәріне бірдей болған жөн. Балаға бөлек тәртіп емес, бүткіл отбасына бір тәртіп. Сол ескерілген жөн, иә. Содан кейін ол мысалы ұйқы алдында ғана емес, бұл енді өз алдына бір өзекті тақырып. Күндізде мысалы азайтылған жөн мөлшері, содан жаңағыдай бір күн десем енді қазір барлығы ой дейтін шығар, жарты күн дейінші ұялы телефонсыз күн арнап, әр үйде сондай бір дәстүр болса деп айтамыз, иә. Кешкі астан кейін мысалы бір міндетті түрде балаға көңіл аудару деген ол таңнан кешке дейін бетіне қарап отыру деген сөз емес. Мысалы бір 10-15 минуттың өзі жеткілікті отбасылық ойын болуы мүмкін, иә, сапалы, иә. Бала өзін маған бүгін ата-анам көңіл бөлді деген бір қанағаттану сезімі болса, оның өзі көңілді дейміз, иә, жай бір қиялмен солай ұйықтауына негіз болады. Өйткені, иә, дұрыс айтасыз, ұйқыға жатқан кезде бірден көзі жұмып, бірден ұйықтап кету мүмкін емес. Өйткені жатқан кезде қалай айтамыз, адам бүгінгі күнді қорытуы мүмкін, иә, ересектер енді. Ал балалар армандап, қиялдауы мүмкін, арман, оны да кішкене бір негіз ретінде айтуға болады балаларға. Кәнеке армандаймыз деген сияқты. Өйткені сол арман бір қиялдың негізінде де бір жақсы, тез, жылдам деп айтамыз, ұйықтап кетуі мүмкін. Содан кейін енді ол айтпаса да түсінікті жағдай ғой, мысалы Алладан сұрау деген сияқты, оның өзін кішкентай балаға кіші жастан бастап үйреткен дұрыс деп айтар едім. Жаңағыдай енді әжеміздің айтуымен менің мысалы есімде кішкентай кезімде міндетті түрде жаңағыдай бисмиллахиді айтамыз, жаңағыдай ата-анамыздың бірге болуын, өзімнің үлкен болып жетілуіме қолдашы деген сияқты сұрау деп айтамыз, иә. Өйткені бала егер жаңағы әсіресе күндіз көрген мультигінде басқа бір үлкен бір не дейміз енді күштерден сұрауды бір көрген болса, ал мына жерде әжесінің, анасының айтқаны жоқ, ол көп кездесіп жатыр ғой, мысалы феяға да сеніп құлап кету деген сияқты, иә. Ол да бір өте қазір белең алып отқан жағдай. Сондықтан да ол жағында ескеру керек. Жаратушы туралы да маңызды сөйлесу, түсіндіру бірінші күннен бастап. Маңызды. Міндетті түрде күнде ертегі мысалы ол сіздің де қиялыңыз бір күні шаршап құрастыру деп айтамыз. Балалар кішкентай кезінде бір ертегіні 100 рет, 1000 рет өте көп тыңдай беруі мүмкін ғой. Сондықтан оларға ол әр кезде қайталап айтса бір ертегіні, ол соны жаңаша қабылдай береді. Мысалы, кейде адамдар оған да шаршамау керек па деп. Сізде мысалы адамсыз ғой, шаршап бүгін ертегі айтуға еш зауқыңыз болмай тұруы мүмкін ғой. Сол кезде оны да ескерген жөн. Қалай бар, солай балаға эмоцияны жеткізу қажет. Ата-ана енді өзінің менің көңіл күйім болмай тұр екен деп күнделікті істеп жүрген күн тәртібіндегі нәрселерді істемей қойса, ол қаншалықты үлкен адамның ол да дұрыс. Өйткені ол сұрақта көп қойылады. Я мысалы ол бала үйреніп қалды, я күнде ертегіге, бірақ бала кей кезде басқаша жағдай болатынын да түсінгені жөн. Және бала ата-ана барлығын мен қалағандай бере беру керек дегенді өзіне сондай бір түйін жасап алудан да аулақ болған жөн. Мамасы, анасы, бала жаңағыдай әкесі шаршап келді. Бүгін оған түсіністікпен қарауға болады. Құшақтаймыз. Анасы шаршап тұр. Бүгін ғана ертегісіз күн болады. Жаңағы басқа жолды айттық қой, сол жолды бүгін қолданайық. Ертегім жалғасады. Көрдіңіз бе, ол тағы да кішкентайынан қалыптасатын қасиеттер ғой. Енді мынандай сұрақ туындап отыр. Бұл біздің, әсіресе біздің халық үшін өте актуалды деп ойлаймын.
баланы бөлек жатқызу немесе бірге жату. Бұл енді біздің халыққа тән проблема ма, жоқ жалпы көптеген халықтарға тән, қоғамдарға тән проблема ма? Мысалы біздің көріп жүргеніміз Америка фильмдерінде, батыс фильмдерінде бөлек бөлмеге жаңағы жарығын өшіреді де шығып кетеді. Ал біздің практикада ондай нәрсе жоқ десек те болады. Негізінде дәрігерлер айтады, ол дұрыс дейді. Бала дағдыланады, қорытады, өзімен өзі оңаша қалады. Ол бәрібір бөлек адам ғой. Анасының ішінен шыққанмен ол қоғамға бейімделеді, жалғыздық болатын түсінеді деген сияқты терең ғылымдарға алып кетеді. Осы мәселе туралы сөйлесейікші. Иә, осы тақырыпты өткенде ғана қозғап, үлкен кәдімгідей пікірлер көп жазылды, сұрақтар да көп келді. Шынымен де шетел киноларында да жарықты сөндіріп, өзін бір бөлмеге жатқызады да шығып кетеді, иә. Ал бізде тағы ескеретін жағдай, ол мысалы қазір көбінде қалада әсіресе бір бөлмелі үйде тұратындар бар, иә. Ол сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да балаларыңыз бірге деген сияқты, ол жағында ескеру керек. Бірнеше фактор бар, және мысалға алатын болсақ, бала жаңа қорқыныш сезімі, ол да қалыпты. Мысалы, 2-3 жастағы бала, енді керісінше ештеңеден қорықпаса, ол норма емес, қалыпты емес жағдай болып есептеледі, керісінше патология болып. Сондықтан да егер ондай бір сезімдері болса, керісінше қуаныңыз, және сол кезде барынша мейірімді беріп, құшақтап жатуға тырысыңыз. Қасыңызда болсын, сізде ол ертең-ақ сіздің құшақтағаныңызды артық сүйгеніңізден ұялып, мама деуі мүмкін, керісінше пайдаланып қалыңыз сол жасын. Сондықтан да атасы мен әжесінің былайынша енді қазақтың сөзі қойнында дейміз ғой, жатқаннан ол керісінше ол жылы сезім, ол мейірімділік. Бірақ оның шегі бар ма? Қанша жасқа дейін? Шегі бар, соны айтқалы отырмын. Әсіресе қазіргі заманда деп айтамыз, енді 7-6 жаста балаларда әсіресе қалай айтамыз, енді ол 3 жастан бастап қалыптасады балада, ұл мен қызбын мен деп айыра бастау, иә. Ал 7 жасқа қарай жыныстық жетілуге байланысты. Жыныстық жетілуге байланысты саналы түрде ол әсіресе қыз баласы әкесімен деген сияқты, иә, бөлектену барынша, әрине баланың өзінің, әр бала әртүрлі. Әр баланың психологиялық дамуы да әртүрлі. Егер бала оған қарсы болмаса, баланың пікірмен бөлсе отырып, бөлік жатуға қалай қарайсың, есейіп келе жатырсың деген сияқты алдын ала сөйлесіп келісу арқылы негізі 6-7 жастан бастап бәрібір де түсіндіру жұмыстары болу керек. Мысалы, болды 6-7 жас кеп қалды деп бөлік жатқызсаңыз, тағы да мені жақсы көрмейді деген балада бір баланың парақшасы, психологиясы таза ғой. Сәл бір сөз айтсаңыз, немесе кенеттен тыйым салсаңыз, ұрсып қалсаңыз, анам мені жақсы көрмейді деген түйінді бірден жасап алады. Сондықтан да түсіндірме жұмысы болған жөн. Тамаша ақпараттарыңызға рахмет. Енді Кәмшат, сізге бір сұрақ қояйық. Жалпы ол жағын әлі зерттеп ала алмадық. Біз ғалым емеспіз, дәрігер емеспіз, біз тек ата-анамыз. Яғни Кәмшатқа келеміз қазір. Осы сізге келіп тұр сұрақ. Яғни жаңағы жыныс деп қалдық. Қыз бен ұл баланың ұйықтауында бір айырмашылықтар бола ма? Оған назар аударуымыз керек пе? Мысалы, физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Болмаса, мысалы, жарыс түрлері де қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек өтіп жатады. Бірақ қазір оған қарсылық бар қоғамда, жалпы әлемде. Осы назар аударуымыз керек пе? Неге назар аударуымыз керек? Енді жаңа мысалы айтып жатырмыз ғой, әрине, енді керісінше аса бір айшықтап бөле берген кезде адамда тыйым салған сайын керісінше бір сұраныс үлкейе береді. Қызығушылық үлкейе береді. Бізде қазір қалай барлығын ашық, осындай деген сайын, ақпарат көбейген сайын, соған бір талпыныс, соған бір қызығушылық артып кетті ғой. Сол сияқты бұл жерде бір айшықтаудың аса бір қажеттілігі аздау. Енді балалардың, тағы қазір мысалы көп көрермендер деп айтамыз, оқырмандардың қарсылығына мен тап болайын деп тұрмын. Өйткені мысалы егер дін жағына деп айтамыз, аса бір мән беретін оқырмандар болса, олар жоқ, дұрыс емес бұл деп айтады. Өйткені ол адамдарда міндетті түрде деп айтамыз, жаңа кіші жастан бастап, тіпті мұғалімнің өзі, тренер дейміз ба, жаттықтырушының өзі сол жыныста болуы, ол үлкен маңызды ол адамдар үшін. Сондықтан да сол әр адам өзінің қажеттілігіне қарай
баланың дамуына қарай ескерген жөн. Қазір жаңағы ұйқыға да байланысты өткенде пікірлер болды. Менің балам 10-нан асты, бірақ та әлі бірге және бөлек жатуға еш қарсы деген сияқты. Мысалы, өзімді алатын болсам, мен жетілу, мысалы, кеште болдым екен, қалай екен, мен 12, 13, 14 тіпті жасқа дейін қуыршақпен ойнайтынмын. Кәдімгідей оның киімін ауыстыру, ол ауыспай қалса, кәдімгідей көңіл киімнің түсуі, ал қазір ол қалыпты емес жағдай. Дәл бүгінгі күнмен салыстырғанда. Яғни нормалар өзгеріп келе жатыр, жыл өткен сайын, қоғамға байланысты нормаларды қарап отыру керек. Ал біздің мысалы ата-аналар көп жағдайда мен ата-анам осылай тәрбиелеген, сен де солай тәрбиелем деп 50 жылғы жүйені әкеп енгізгісі келеді. Демек, бізге ата-аналарға жаңағы сауаттанып отыру керек, оқу керек, Оны және ата-ана ашық айтады ғой, мен осы жасымда сөйткенмін, сен неге сондай емессің деген сияқты. Сосын бала ойлайды, менде бір нәрсе дұрыс емес па деген сияқты, иә. Қазір енді мүлдем бөлек ұрпақ қой. Мәселен, айтып жатады ғой, психологтардың өздері айтып жатады, бұл индиго ұрпағы, бұл бөлек ұрпақ деп. Кейде мен де үлкен кісілерге жаңағы теледидардан болсын, үлкен мінберлерден сол 50 жылғы бүкіл салт дәстүр, бүкіл бір қалыптарды жаңа қазақ келінің бойына, қазақ анасының бойына, қазақ баласының бойына сіңіргісі келеді. Ал қазіргі заманда менің ойымша ол көп тыйымдардың болғаны дұрыс емес. Керісінше, қазіргі балалар еркін, мәселен, біз жаңа гаджеттарды айттық, иә? Гаджеттарға біз тыйым салу ол мүмкін емес. Керісінше, мәселен, естіп жатырмыз, Оңтүстік Кореяда әрбір подъезде балаларға интернетке доступ болсын деп арнайы оны реттеу керек. Арнайы тыйым салу мен реттеу үлкен айырмашылық. Иә, сол жағынан балаларға мүлдем бір мектеп, бізде жүйелілік жоқ та, бір мектептерде ұялы телефон ұстауға тыйым салады, екінші мектептерде тыйым салмайды ұялы телефондарға. Яғни ол жүйелі, бұл бір мемлекет болғаннан кейін бір мемлекетте бірдей ереже жұмыс істеу керек. Балаларға да бірдей көзқарас болу керек. Балалар бірдей, бір бала мәселен мектебінде тығылып отырып телефонды көрсе, екінші бала оны еркін ұстап жүрсе, ол да психологиялық тұрғыдан балаға әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан тыйымдар менің ойымша ол дұрыс емес. Сосын ұйқыға байланысты тағы бір айтарым, мәселен 2 түннің ортасы дейді ғой, 5 пен 7-нің арасында ол баланы ұйықтатпау керек. Ол дін тұрғысынан да, біздің салт тұрғысынан да ол дұрыс емес болып саналады. Өйткені жаңағы бүкіл жаңағы жаман энергия дейді, басқасы бар, жаңағы ауру сырқау жабысуы мүмкін. Оның дәлелдемесі бар ма? Күн мен талас деп айтып жатады ғой енді. Негізі миға деп айтамыз, жеке-жеке әсері бар. Ол айтылады, иә. Жаңа сіз айтып өттіңіз бір ортақ ережелер деп. Осы ортақ ережелерді, мысалы, кім ата-анаға айту керек? Педиатр ма, бала психологы ма, білмеймін ғой. Қай жерден ата-ана осындай баланың ұйқысы туралы, немесе бала тәрбиесіне байланысты басқа тағы да бір сұрақтары болады ғой, соны қайдан алады? Мысалы, не ұсынар едіңіздер? Иә, мен ұсынғанда әрбір ана ол іштей өзі балаға не қажетін сезеді. Іштей ананың өзі баласының психологиясын біледі, баласын қашан ұйықтағысы келетін, қашан былайша ұйқысы келмей ойнап жүретінін біледі де. Сондықтан әр ана, менің ойымша мына сіздердікіндей мына бағдарламалар ол өте маңызды, мына қоғамды сауаттандыру тұрғысынан. Өйткені бізде мынандай психологтарға доступ өте қиын деп айтар едім. Өйткені мына қол жетімсіз, өйткені баға тұрғысынан да мен бір-екі рет байқадым, осы ірі мегаполистерде ол қымбат, ал ауылдарда психологқа көп жүгіне бермейді. Сондықтан осындай бағдарламалар YouTube арналарынан көрсету арқылы халыққа, біз халықтың көзін ашамыз деп ойлаймын. Сосын бала тәрбиесіне байланысты енді қордаланған проблема өте көп қой. Бұл тұрғыдан осы тектес бағдарламалар менің ойымша өз үлесін, өзінің үлкен сүбелі үлесін қосады деп сенемін. Рахмет. Жаңа айтып келдік қой, ортақ ереже болу керек деп. Жалпы адамзат дами келе, соның барлығын игеретін жалғыз нәрсе бар екенін түсіндік, ол заң. Ол ереже. Яғни бізде жаңағыда әркелкіліктің болып жатқаны белгілі бір ғалым адамдар біледі оны, мамандар біледі. Ал жалпы көпшілікке жеткізудің қандай түрлерін ұсынар едіңіз, Алмагүл ханым? Мысалы, сізге осы мәселелермен күніне қаншама адамдар келеді. Проблемалар өте ұқсас. Қазір біз маман ретінде, журналист ретінде ол проблемаларды біз де көріп отырмыз. Яғни жалпы ұйқыға қатысты ақпаратты қайдан алса болады?
жаңағы Кәмшат айтпақшы, ашығын айтайық, қазір психолог, психотерапевт мамандар 3.000-нан 10.000-ның арасында 45 минуты тұрады. Ал ол ешқашан бір сеанспен бітпейді. Ол 10 рет келу керек, немесе одан да көп. Яғни қолжетімсіз. Біз ақпаратты қайдан алуымыз керек? Мысалы, кейбір елдерде ұйқы институты бар екен, ғылыми зерттеу институттары, үлкен университеттердің жанында. Сол сияқты бізде институт аш деп ондай нәрсені қоя алмаймыз, өйткені біздің ашылмай жатқан көп нәрсеміз бар. Бірақ не істесек болады, өте кішкентай. Мүмкін мамандар бірігесіз ба, біз бірігеміз ба, біз бәріміз журналистпіз, бір нәрсе жаза аламыз. Мүмкін, мысалы, біз подкаст жасап отырмыз. Сол сияқтағы нелер істеуге болады? Жалпы енді мен осы өзім блогты бастайтын кезде де, ол кезде бала күтімімен үйде отырдым. Мамандар жалпы психологияға қазір кішкене көзқарас өзгеруде. Мен соған қуанамын. Өйткені мына түбірге қарайды ғой. Псих деген сөзге қарайды ғой. Психолог деген бар, психиатр деген бар, психотерапевт деген бар. Сондықтан 3 мамандық 3 түрлі деп, кәдімгідей қайсысы немен деген сияқтыны өзім тікелей эфирлерімде анық ашық айтамын. Өйткені қашқақтау да болып жатады, әсіресе ер адамдардың тарапынан ой керек емес деген сияқты. Бірақ бір рет жүгінсе, керісінше қайта келіп жүрген ер адамдар да бар. Сондықтан да қажеттілік туындауда және көзқарас өзгеруде, соған қуанамын. Ал енді қалай әсер ете аламыз дегенге келетін болсақ, мына осы блогты бастаған себебім де сол еді. Өйткені бүгінгі бала ертеңгі ересек адам, біздің қазіргі мінез құлқымыз, біздің өзімізді бағалауымыз, өзімізге деген сенімділігіміздің барлығы анау балалық шақтан басталады. Сол кездегі біздің санамызда қалған қатпарлар дейміз ба, енді қалай, сонымен тығыз байланысты. Сондықтан да бүгінгі балаға әсер ете алу үшін ата-аналар оқысын деген мақсатпен ашылған еді. Бала күтіммен отырған ата-аналар көп, бізде ауыл аймақ деп айтамыз, шынымен де дәл ең қажетті парақша деген сияқты кейде айтып жатады ғой, мысалы, алдым қажетімді деген, онлайн деген нәрселер бар қазір. Яғни алыс шалғайдан бізде психолог жоқ деген сияқты. Ауылдық психологияда қалай, енді көбінесе документ емес қағазбенен жұмыс болып жатады. Сондықтан да онлайн түрде көп ақпарат беруге тырысамын және қолжетімді. Яғни жеке дәрігерлердің, жеке мамандардың жауапкершілігімен дамыту керек дейсіз ғой, Әр маман тек кабинетте емес, қоғамды сауаттандыруға, ақпараттандырумен айналысу керек, Және енді қазір ғаламторсыз мүмкін емеске жеттік қой, және ғаламтордың пайдалы жағын алса. Қазір мысалы интернетті де, ғаламторды да әртүрлі пайдалы ақпараттармен де толтыру керек қой. Сол ақпараттарды мамандар өздері беріп, ата-аналар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, мысалы жазып отыру, ол да бір көмегін тигізетін болар. Бұл жерде тағы бір мәселе бар, мысалы балалар, ұйықтай алмайтын балалар болуы мүмкін ғой. Ұйықтай алмайтын болғанда, ондай болса, ол тығыз міндетті түрде денсаулығымен байланысты. Патология кәдімгі, Оны қалай ажыратады ата-аналар? Қалай? Оның бір көзге көрінетін белгілері бар ма? Оны еркелікпен тағы бір нәрсемен шатастырып алу мүмкіндігі бар ма? Енді бұл жерде бірінші кезекте бағана жоғарыда айттым ғой, бала дәрігеріне, невролог маманға осындай бұзылыстар бар. Сол кісінің нағыз маманның кеңесімен кішкене байланыстырған жөн, тыңдаған жөн. Жаңа осы хабарымыз басталмай тұрып, дайындық барысында өзіңізге айттық. Қазір заман өзгерді. Өзіңіз айтып отырсыз, 10 жыл бұрынғы ережелер бүгінгі күнге мүлдем сай емес. Ата-ана болудың формасы да тым өзгеріп, біз өзіміздің қандай ата-ана екенімізді сараптай алмай жатырмыз, оны өлшей алмай жатырмыз. Мысалы, жасырмаймыз. Мен жасырмаймын, өзім өте кеш үйге барамын. Балалардың ұйықтайтын уақытында. Жұмысқа байланысты солай болып қалды. Сол кезде, мысалы, ондай жағдайда ата-ананың өзі үлкен психологиялық күйзеліске түседі. Мысалы, оны мойынсыну, оны мойындаудың өзі өте қиын. Өзіңнің, балаңның өмірін дұрыс ұйымдастыра алмай жүрген мойындаудың өзі қиын. Мұндай жағдайда мен сияқты ата-аналарға қандай жұбату айтасыз? Не істеуіміз керек? Неден бастауымыз керек? Балаға бұл жағдайда түсіндіру маңызды ма? Мінсіз болуға қатты аса тырыспау керек, өйткені мінсіз адам жоқ. Біз қалай сосын ақпарат та көп, ақпараттың көп болуы да кішкене зиянды ма деп ойлаймын. Өйткені ана жақтан, мына жақтан орысшасын, қазақшасын бәрін оқып алады да, қорталмай қалатын ми. Сосын болды, мен мінсіз емеспін, мен
нашар анамын, мен барлық өзім қалағандай тәрбиені бере алмай жатырмын деген түйіндерді жасап алады да, ана бірақ сіз ол жасап алған кезде сіздің өзіңіздің сырттан қарасаңыз кәдімгідей қобалжулы деп айтамыз, көңіл күйі түсіп кеткен, қабақ түсіп кеткен. Иә, сіз балаға барынша, қалай айтамыз енді, көңіл күйі жақсы, сабырлы ана керек қой. Сондықтан да бірінші кезекте өзіңізге назар аударыңыз. Бала бізден асып ешқайда кетпейді. Біз өзімізді тәрбиелеп, өзімізді сабырға шақырып, өзіміздің жеке жемізді жүйелеп дейміз ба, енді тыныштандырсақ, болды, біз балаға да соны бере аламыз. Өйткені сіз, иә, бала да тынышталады. Ал өзіңіз мін таға берсеңіз, бере алмайсыз ғой. Онсыз да мысалы адам солай ғой, сырттан көрініп тұрады ғой, өзі қобалжуы деп тырысып, болды, мен бере алмадым деген сияқты. Қазіргі осы кезеңдегі ата-аналардың көбісінің мәселесі, проблемасы, өзекті мәселесі осы деп ойлаймын. Кінә сезімі. Жаңағы ең ақыры ұйқыға да сол нәрсе. Өзі баласы ұйықтайтын кезде келсе, одан қандай ұйқыны талап етесің? Мен сені жақсы көремін, мен сенімен 2 сағат, 1 сағат жүргім келеді дейді. Сол аралықтағы 1 сағаттың өзін сіз айтқандай ашумен өткізіп қоямыз кейде. Сен жат, сенің жататын уақытың болды деп өзіңді кінәлап, екі ортада ол уақытта көкке ұшып жоқ болады. Яғни сіздің бүгінгі әңгімеңізден біз жақсы бір түйіндер алдық деп ойлаймыз. Енді тағы бір баса айтатын, дәрігердің аузынан еститін тағы бір қорытынды керек бізге. Яғни ұйқы біздің жалпы өмірімізге әсер ете ме? Денсаулықты былай қойғанда жалпы қалыптасуымызға әсер ете ме? Жақсы, дұрыс адам болып. Әрине әсер етеді. Бірақ жаңа айтып отырмын ғой, үлкен адамның да, баланың да темперамент типі дейміз, иә, мінез құлқы дейміз, соған да байланысты. Кейбір қатып қалған ереже жоқ. Кейбір адамдарға анау жаңағыдай магия утро деген кітапты оқығанмын. Енді оны магия дегеніне қарап басында шошып кеткенмін. Бірақ ешқандай магияға қатысы жоқ екен. Ол жерде таңның маңыздылығы, яғни ерте тұрудың маңыздылығы жөніндегі кітап екен, өте қатты әсер етті. Яғни адам керісінше бір ұйқыбастық дейміз ба, көп ұйықтаған сайын тез шаршайсыз. Тез жаңадай бір ісіңіз оңбайды, жаңадай қазақта да бар ғой, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген сияқты. Сол сияқты балада кішкене ширақ болуға дейміз ба, шапшаң болуға бейімделсе кішкентайынан. Бірақ 8-9 сағаттан аз болмағаны жөн деп айтамыз. Қатып қалған қағида жоқ, баланың өз ерекшелігіне, психологиясына. Ал ұйқының фазасына қалай қарайсыз? Мысалы, 12-ге дейінгі ұйқы құнды деп жатады. Ол, мысалы, 1 сағаты бәленбай сағатқа теңеседі деп. Сондықтан осыны ашып айтсаңыз. Мысалы, кейбір уақыттан өтіп кеткен соң балаң тіпті ерке болып ұйықтамай кетеді. Ол уақытта оны жатқызу мүмкін емес. Яғни ұйқының фазалары бар ғой. Сол жағынан да бір ауыз айтып кетсеңіз. Ол балада ғана емес, ересекке де қатысты. Мысалы, қонаққа бір жерге барғанда, мысалы, түнгі 1-ден асып кетсе, ұйқыңыз шайдай ашылып кетеді да, келдіңіз, көріп тұрсыз. Үйге келдіңіз, біліп тұрсыз, күнде осы уақытта сіз уже шырт ұйқыда жататын адамсыз, бірақ неғып ұйықтамай жатырмын, таңертең ерте тұру керек деген сияқты барлық мына жақта ой бар, бірақ ұйықтап кете алмай жатырсыз, иә? Сондықтан да сол сіз фазадан өтіп кеттіңіз уже. Жаңағыдай ұйқыға кету керек, қалғу керек уақыттан өтіп кеттіңіз. Сондықтан да және уақыт, күннің уақытына да байланысты. Мысалы, жаз мезгілі бар, қыс мезгілі бар ғой бізде, иә? Жаз мезгілінде күн ұзарады деген сияқты. Сіз жазды күні 9-10-да ұйықтата алмайсыз нақты ол, және ол уақытта ұйықтамау да қажет бала. Кешкі серуен деген бар. Ұйқыны жақсартатын, ұйқыға тез кетіретін, жаңағыдай кешкі серуен әсер етеді, үйді желдету деген нәрселер әсер етеді. Сонымен қатар фазаны оған келсем. Ұйқының 10-нан 11-ден кеш болмағаны дұрыс. Кімге болсын, балаға да, ересекке де. Жақсы, қызық екен. Камшат, сіздің қызыңыз мектепке барады. Мектепке баратын баланың ұйқысын қалай ұйымдастырасыз сіз? Енді жаңа психолог ханым айтып отыр ғой, балада жаңағы әрі егер жаңағы үйірмелердің әртүрлі болуы, оның ішінде мәселен жаңағы дене қимылдарына байланысты бөлек үйірмелер, ми
жұмыс істететін бөлек үйірмелер. Құдайға шүкір, оның бәрін біз істейді екенбіз. Мен өзім қуанып риза болып отырмын өзіме мұнда ата-ана ретінде. Өйткені біздің өзіме бұл жерде, өйткені біз домбыраға да барамыз, ағылшынға барамыз, қосымша сабақтар ретінде. Сосын қазір енді сәл уақытша мына борандарға байланысты бассейнді сәл шегеріп қойдық, бірақ бассейнге де бүйтіп айлап жүзуге барамыз. Ол өте маңызды, өйткені баланың бойы да өседі екен, ойы да өседі, сосын ұйқысы да. Бала кәдімгідей шаршайды. Өте жақсы релакс. Жаңағы бассейннен кейін мен байқаймын, балалар өте жақсы керемет ұйықтайды. Сондай бір балаларға шаршау жетіспейтін сияқты көп балаларға, өйткені көп балаларына тек телефонмен отырғаннан кейін оларға анандай сол физикалық жұмыс жетіспейді, олар шаршамайды. Ми ғана жұмыс істегеннен кейін олар ұзақ уақыт сол ұйықтай алмай жататын сияқты, сондай бір проблема. Сонда ата-аналар ескеру керек қой, мектепте мысалы 2-3 сағат оқыса, үйірмеге барып тағы да отырады, ол жаңа қимылмен айналыспай жатады ғой. Сондықтан бәрібір дене шынықтыру жұмыс нелері керек, жаттығулары балаларға. Дене шынықтыру өте маңызды деп ойлаймын, осы ұйқы мәселесі. Сосын бала ұйқымен өседі деп бұрыннан қазақтың сөзі бар, бала ұйқымен өседі деген. Баяғыда кішкентай кезімізден сөйтіп тәрбиелендік өзімізде. Сосын қазіргі балаларымызға да мәселен апаларымыз айтып жатады, оятпаңдар, ұйықтай берсін деп. Біз ұзағырақ ұйықтап қалған сияқты кейде көрінеді. Мәселен, 1 жасар қызым түскі уақытта ұйықтап жатқан кезде бір апамыз айтады, ұзағырақ ұйықтаған дұрыс дейді, керісінше бала ұйқымен өседі дейді. Сосын жаңа психолог ханым, жаңа Алмагүл ханым айтып отыр, жаңа 2-3 сағат ұйықтау керек түсте деп. Біз сол норманы орындап жатыр екенбіз. Соңына жетіп қалған сияқтымыз, әңгімеміздің. Құрметті ата-аналар, білім ұйықтағанда қорытылады. Оны қазіргі заманауи ғылым дәлелдеп отыр. Адам ұйқымен, сосын дұрыс тамақтанумен өседі. Сондықтан да ұйқы туралы бүгінгі біздің әңгімеміз сіздерге ой салды деп ойлаймыз. Бүгінгі қонақтарымыз Алмагүл ханымға және Камшат ханымға көп рахмет айтамыз. Әрине тағы да талай рет кездесіп, бұдан да басқа және осы ұйқыға да байланысты тереңірек сөйлесеретін мүмкіндігіміз болады деп сенемін. Бүгінге осы ата-ана сағаты подкастымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.